بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hürmetli bawırlar, 24-nji ders. Mabdal qiraat derslerinden ad-ders ar-rabi'u wal 20. 24-nji ders. Jikeçe sözler furşun, şötka, көрtүрүстөр. Ibriqon degen ne deymiz lan? Kuman deymiz ba? Kufşin ba ile. Kuman min şafatun sulga yatavadda'u deri alıp жатыр. Ya yatavadda'u yani bu жерде huwa деген söz. Huwa yatavadda'u. Huwa yatavadda'u. Al men deri alan bolsa, yanın ornuna alif болады. Atavadda'u. Sen bolsa aliftin ornuna ta болады. Tatavadda'u деген сияқты кете береді. Yusolli ol namaz оқып жатыр. Оны ол huwa я тұр ғой, яғни тағы да ол. Мен намаз оқимын болса усолли болады, өйткені мына жерде дамма тұр. Мына жерде я таваддау тұр ғой, алиф тұр ғой, фатха тұр ғой мына жерде. Сондықтан атаваддау болады. Yusolli ма, демек усолли болады. Yusolli huwa yusolli болады. Яғни ол намаз оқып жатыр. Ал мен намаз оқып жатырмын деп айтқыңыз келсе, усолли болады. Яның орнына алиф түседі, усолли. Сен намаз оқисың, демек тәміз тусолли болады, өйткені мына жерде отыр ғой. Тусолли. Әріп өзгере береді ғой осы. Сабун, сабын, ғуслун деген жуыну, бұдан етістік шығады. Ғасала деген етістік шығады бұдан. Ғуслун, ғасала, яғсилу, ғасала, яғсилу, иғсил деген шығады. Иғсил, жу, бұйрық. Иғсил. Ары қарай. Тәншифун, ол жаңағында сүртіну. Вәджихун деген адамның жүзі, беті. Мағриб деген ақшам намаз. Айшаун деген құптан намаз. Айдун деген мереке. Тостун, леген. Тазик, бұл айтқанда леген немесе тазике. Салатун деген намаз. Фәджрун деген таң намаз. Зохрун, бесін намазы. Асрун, асыр намазы. Енді жекеше сөздер. Айнал ибриқу. Құман қайда? Айнал min шафату. Сүлгі қайда? Хати сабуна. Сабынды алып кел. Ағсилу вәжхи. Нәжде ағсил емес, ағсилу. Вот нәжде. Хати сабуна ағсилу вәжхи. Сабынды бер, мен бетімді жуам дейді. Ағсилу, мен жуам. Мен. Сабынды бер, мен бетімді жуам дейді. Вәжхи, мен жүзімді, өзімнің жүзімді. Вәжхун дегенде адам бет еді ғой. И болса менің бетім, яғни өзімнің жүзімді жуам. Хатил ибриқа атавадда. Атавадда уа. Құманды бер, алып кел, құманды бер, атавадда. Мен дәрет аламын. Салим юсолли мағриба. Салим юсолли, намаз оқып жатыр мағрибті. Яғни Салим ақшам намазын оқып жатыр. Ақшам намазын Салим оқып, Салим оқып жатыр ақшам намазын. Мағриб ақшам намаз ғой. Юсолли деген оқып жатыр деген сөз. Яғни намаз оқып жатыр. Яғни мағриб намазын оқып жатыр. Саллайту зухра ал-йома фил масджидил кабири. Масджидил кабир деген үлкен намаз, үлкен мешіт. Үлкен мешіттің ішінде деген сөз. Сосын саллайту деген нәжде біз нан түсінбей тұрық қой кезі. Ұзын сөйлемді қорқып кетеді де кейбіреулер. Саллайту зухра ал-йома. Бүгін зухр намазын мен оқыдым дейді. Саллайту, мен оқыдым. Саллайту, мен оқыдым. Мен намаз оқыдым деген сөз ғой. Саллайту, мен намаз оқыдым. Саллайта, сен намаз оқыдың. Саллайти десе, сен қыз намаз оқыдың болады. Қыздарға саллайти деп болады. Жақсы. Саллайту, мен намаз оқыдым. Зухр. Қандай намаз десе, зухр намазын мен оқыдым. Бүгін дейді, әлеум. Саллайту зухр әлеума. Бүгін зухр намазын оқыдым.
Fil mescidil kabiri, үлкен мешітте. Үлкен мешітте. Саллайна, біз оқыдық. Саллайнал джумуата, жұма намазын біз оқыдық дейді. Саллил айшаа, салли деген бұйрық, оқы. Намаз оқы деген сөз. Анда кітап оқы деген сөз емес. Намаз оқы деген сөз. Біз намаз оқыдық. Мен намаз оқыдым дейді. Жақсы. Міне. Салли, намаз оқы. Әл-айшаа, айшаны. Яғни айша намазын оқы деген мағына. Хаулай риджал, анау еркектер, мына тұрған еркектер, мына еркектер деген сияқты. Саллунал магриб, магриб оқып жатыр. Мысалы, мешітте отырсыз да, мына жақта бір топ жігіттер намаз оқып жатыр да, соны айтасыз да. Ана жігіттер магриб оқып жатыр дейсіз да. Сол сияқты ғана. Оқып жатыр. Саллун. Салим ятаваддау. Салим дәрет алып жатыр. Уа фарид юсалли. Ал фарид болса намаз оқып жатыр дейді. Көрдіңіз бе? Таваддаа Осман фа нашшафа ваджха. Енді таваддаа дәрет алды өткен шақта. Мысалы, ятаваддау деген. Қараңыздар. Нежде? Ятаваддау деген қосылып тұр ма? Демек, осы шақта да. Осы шақта. Бұлай болса, таваддаа деп айтылса, таваддаа деп айтылса, ол дәрет алды деген. Өткен шақ болады. Яны қосылмай. Таваддаа. Әлиф болады, нежде? Таваддаа. Салла деген сияқты. Юды алып тастап. Нежде? Салла. Немесе нежде? Таваддаа деп айтылса, өткен шағы шығады. Алдына яды қосса, осы шағы шығады. Оны иншалла алдағы уақытта кеңірек түсіндіреміз. Жақсы. Таваддаа дәрет алды Осман. Фа нашшафа және де сүртті ваджхаху өзінің жүзін сүртті. Бел мен шафатил жадидати. Жадида деген сөз жаңа деген сөз. Жаңа сүлгі мен өзінің жүзін сүртті дейді. Қараңыздар. Осман дәрет алды да және де сүртті өзінің жүзін жаңа сүлгі мен. Тавадда сумма саллил магриб. Тавадда деген сөз дәрет ал деген бұйрық. Балаңызға айтасыз да, немесе досыңызға дәрет алшы дейсіз да. Сумма саллил магриб. Одан кейін ақшам оқып ал деген сияқты. Мата саллайтал айшаа. Қашан оқыдың құптанды. Яғни оқу деген сөз кітап оқуға қолданбайды бауырлар. Намаз оқуға ғана қолданады салла деген сөз. Мата саллайтал айшаа. Қашан оқыдың ақшамды, құптанды дейді. Қашан оқыдың құптанды. Әл-әна фақат, қазір ғана дейді. Әл-ән қазір фақат ғана деген сөз. Қазір ғана, кеше ғана деген сияқты. Хадал ибриқ, мына құман кабирун жиддан, үлкен, өте үлкен дейді. Мына құман өте үлкен. Айнал тосту, леген қайда, леген немесе тазиқ қайда. Айна вадатаху, оны қайда қойдың. Вадата сен қойдың дейді. Оны қайда қойдың сен. Вадата деп тұрған еді. Сен қойдың. Оны сен қайда қойдың дейді. Яғни тост. Хатил фуршата. Жаңағы нені бер. Фуршата ана нені. Щетканы. Хатил фуршата щетканы бер. Иштарал хадиму. Қызметші сатып алды. Иштара сатып алды. Яштари еместен еді. Иштара ол сатып алды өткен шақта. Иштарал хадим, яғни қызметші сатып алды. Сабағата арталин сабунан. 7 килограмм сабын сатып алды қызметші. Қызметші 7 килограмм сабын сатып алды. Артал деген ротлун көпше тұр ғой. Ротлун, арталин. Ротлун. Ротлун бар да. Ротлун. Сосын оның көпше тұр бар. Арталун.
Килограмм, килограммдар деген сияқты. Жақсы. Айнал хадимату, қызметші әйел қайда? Тәрмөрті жауап тұр, демек әйел дейді тұр. Айнал хадимату, қызметші әйел қайда? Игсил вajhaka я Омар, ей Омар, өзіңнің жүзіңді жу. Игсил, жу дейді. Жу жүзіңді, ей Омар дейді. Яғни жүзіңді, яғни өзіңнің жүзіңді. Өзіңніңді біз айтпаймыз ғой. Өзіңнің жүзіңді жу деп айтпайды ғой қазақ. Қазақ жүзіңді жу дейді, жүзіңді. Әзхабу иля ахи Мұхаммадин. Мұхаммед бауырыма, менің бауырым деген мағынада. Мұхаммед бауырыма барамын. Бағда солатил айд, айт намазынан кейін. Айт деген мағына ғой. Айт бар ғой, кәдімгі біздер. Құран айтып ораза айт бар ғой, сол. Оның тікелей аударғанда мереке деген сөз ғой. Біз айт деп аударып кеткен ғой, мереке. Жағы айт намазынан кейін Мұхаммед бауырыма барамын дейді. Ха тілмен шафата. Я ахи, ей бауырым менің сүлгіні бер дейді. Айна саллайтал айда, я Маруан, ей Маруан. Айт намазын қайда оқыдың? Қайда оқыдың? Саллайту фил масджидил Хусайни, Хусайни мешітінде оқыдым мен дейді. Ва анта айна саллайтаху, ал сен қайда оқыдың оны, яғни айт намазын, Осымен иншалла 24-ші сабақта бітіп қалды. Алла тағала баршаңызға жеңілдік берсін. Түсінбеген жерлеріңізді сұраңыздар. Алла тағала ілімдеріңізді арттырсын. Алла тағала баршаңызға пайдалы ілім, Аллахтан қорқатын жүрек, көз жас шығатын көз берсін иншалла. Пайғамбар саллаллаху дұғасы, өзінің дұғасын айтқандай. Алла тағала баршаңызға осы оқуды әбден бітіруді нәсіп етсін, бізге де нәсіп етсін иншалла. Баршамызға. Ва ахиру дағуана алхамдулиллахи раббил аламин.